Бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді Маржан, саған бір сұрақ қойсам, жалпы еліміздегі балалар әдебиетіне қатысты сенің көзқарасың қандай? Жалпы өз балаларыңа қандай кітаптарды оқып бересің? Болашақта олардың балалар әдебиетіндегі қандай авторларды оқығанын қалайсың? Берік, енді біздің ата-анамыз оқып өскен, өзіміз оқып өскен Балдырған журналын оқып берем. Жалпы Балдырған журналын оқуға кеңес беруші едім. Өйткені баланың тілінің жатық шығу үшін, одан кейін тіл ұстартатын дүниелер өте көп, жаңылтпаштар, жұмбақтар, қызықты әңгімелер. Бердібек Соқпақбаевтың әңгімелерін оқып бергенді жақсы көремін. Мәселен, қандай әңгімесін? Ағаштар неге ашуланды деген әңгімесін образға еніп, Мариям қызыма оқып берген кезде, ол өте қызықты. Одан кейін күнде сұрайтын болды. Жалпы балаларға оқы дей бермей, бір уақыт, бір жарты сағат уақытынды бөліп, бірге оқыған кезде баланың кітапқа деген қызығушылығы арта түседі екен. Сондай-ақ Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы, одан кейін Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін айтушы едім. Жалпы кітап көп оқиды екенсіңдер, байқағаным. Әрине, өйткені балалар әдебиеті тәрбиенің қайнар бұлағы. Баланың білімі ғана емес, оқып зерделеген әрбір түсінігі осы балалар әдебиеті арқылы қалыптасатындығын жақсы білеміз. Бұл салада қаламыстаған әр жанның мойнында үлкен жауапкершілік тұратынын ұмытпаған абзал. Әрине, Маржан, дұрыс айтасың. Сондай жауапкершілікті сезіне білген балалар мен жалпы балалар әдебиетінің қаймағын шығарып, үлкен ізденіспен қабырғасын қалаған ағамыз Сұлтан Қалиевті ерекше атап өтуіміз қажет. Сұлтан ағамыз жайлы сырды толығырақ Жазира Зәкірқызы тарқатып берсе. Қазақ балалар әдебиеті шаңырағының бір уығы іспетті Сұлтан Қалиев кішкентай оқырмандарына мол мұра тастап кетті. Бала психологиясын терең меңгерген қаламгердің шығармалары ешкімді қайталамайтындығымен ерекше еді. Мына папкаларда ақынның жарияланбаған өлеңдері, ертегілер мен әңгімелер қалған. Сұлтан Қалиев өлең жазып, аударма ісімен айналысып қана қоймай, суретте де тамаша салыпты. Шарж жанрында достарына салған әзіл суреттері бір альбомға жетерлік. Немерелеріне қолдан ойыншық жасау қаламгердің әуесісі болған. Мына бұйымдарды Сұлтан Қалиев өз қолымен жасап, немерелеріне тарту еткен. Бірнеше тілді меңгерген Ақеркені ерекше жақсы көріп, менің аяқтай алмаған ісімді жалғастырады деп сенім артыпты. Мен қазақ-түрік лицей бітіргендіктен мен 4 тілді білем. Қазақ тілі, орыс тілі, түрік тілі және ағылшын тілі. Соның арқасында мен атамның кітаптарын Құдай бұйырса аударсам деген ойды да қарастырармын. Болашақта атамның жарық көрмеген шығармаларын жарыққа шығарғым келеді. Соның біреуі көп кітаптары қазіргі кезде балалардың қолында бар. Сол кітаптарды қайтадан басып шығарсам деген ойым бар еді. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген Сұлтан Қалиев алдымен сол жақтағы педагогикалық училищені, ал 1967 жылы Қазмудың филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын Шу ауданындағы 8 жылдық мектепте мұғалім болып бастапты. Кейін Қазақ радиосының музыка редакциясында, балалар редакциясында қызмет еткен. 1973 жылдан бастап Балдырған журналының жауапты хатшысы, ал 1991 жылдан зейнетке шыққанға дейін Ұлан газетінің бас редакторы болды. Балалар әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосып, жеткіншектердің рухани тәрбиесі жолында аянбай тер төкті. Сұлтекең деген сол кездегі мынау балалар әдебиетінің алдыңғыларының бірі болды. Балдырғанда істеді, талай дүниені көрді. Енді бір жағынан енді айтамыз ғой, осында жақсы жазады екен деп. Бұл кісінің маған өте ұнайтыны балаға деген махаббат, керемет болатын. Сол махаббат сол кітаптарында да жүретін. Осы керемет әдемі дүниелерін беріп кетті ғой. Ақынның өлеңдері орыс, украин, өзбек, түркмен тілдеріне аударылған. Сұлтан Қалиев Самуил Маршактың Ақмақ тышқан туралы ертегі, Сергей Михалковтың Степ ағай, Расул Ғамзатовтың Менің атам поэмаларын қазақ тілінде сөйлеткен. Редьярд Киплингтің бірнеше ертегісін жинақтап, Пілдің баласы деген атпен ұсыныпты. Сондай-ақ Бақытжан Момышұлының Мен әлі сәбимнің повесі мен бірқатар әңгімелерін, Жанымның жарық жұлдызы романын аударған. Ақынның шығармашылық шабытының бастауы отбасы, балалары мен немерелері еді дейді жары Әлия Еренбай. Кейінгі кездерде өзі қапаланатын. Енді мына балалар кітап оқымайды, бәрі интернетке қарайды. Сонда біздің кітабымызды кім оқиды? Кім не үшін жазамыз деп соған қапаланатын. Осыдан басталады ғой. Рухани жаңғыру деген балалардан басталады деп айтатын.
балалардың әдебиетінен басталады. Осыған көңіл бөлсек, ертең біздің кітабымызды оқып өскен балалар, әңгімелерімізді, ертегілерімізді өсіп оқыған балалар мейірімді, сол әке-шешесіне де, еліне, жеріне деген махаббаттары үлкен болар еді деп айтып отыратын. Сұлтан Қалиев пәтерінің ішін көкжиекке орап қоюды жақсы көрген екен. Сан алуан гүл мен өсімдік өсіріп, жазудан қолы босағанда соларды күтіп баптағанда ерекше ұнатқан көрінеді. Өсірген гүлдер өзі баптайтын, өзі су құятын, осылардың әрқайсысына жапырақтарын сүртіп, осылардың солармен сөйлесіп, өзі сырласып тұратын. Жамбыл облысының құрметті азаматы Сұлтан Қалиев шығармашылық жолында көптеген марапатқа ие болған. Бірақ қаламгер үшін мақтау, марапаттаулар емес, балалардың ризашылығын сезіну аса маңызды еді. Өмірі мен шығармашылығы кішкентай оқырмандардың ортасында өткен ақынның өзі де баладай аңғал, таза күйінде дүниеден озған. Басқарған, балдырған ансамблін басқарған.